Катер ағыспен жүзгенде катердің жылдамдығына ағыс жылдамдығы қосылады, яғни 22 км/сағ қосылған 2 км/сағ тең болады 24 км/сағ. Ағыспен жүзгендегі уақытын табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 120 км бөлінген 24 км/сағ тең болады 5 сағат. Яғни катер ағыспен 5 сағат жүзді. Катер ағысқа қарсы жүзгенде катердің жылдамдығынан ағыстың жылдамдығы азайтылады. 22 км/сағ азайту 2 км/сағ тең болады 20 км/сағ. Ағысқа қарсы жүзгендегі уақытты табу үшін ара қашықтықты табылған жылдамдыққа бөлеміз. 120 км бөлінген 20 км/сағ тең болады 6 сағат. Барлық уақыттың табу үшін ағыспен жүзгендегі уақыт пен ағысқа қарсы жүзгендегі уақытты қосамыз. 5 сағат қосылған 6 сағат тең болады 11 сағат. Есептің жауабы 5 сағат барады, 6 сағатта қайтады. Жалпы жолға 11 сағат кетті.